Құдай тағала мынау пенделерім салауат айтпай қалмасын деп. Бізде ана ғалымдарымыз айтады уже аяттың тәпсірінде. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Алла және оның періштелері бүкіл иман келтіргендер сендер де салауат айтыңдар деп, иә? Бәрі салауат айтады деп. Сонда жалпы мұсылман адам калимаға тілеген өмірінде бір рет салауат айту уәжіп деген ғалымдар. Бір өмірде бір рет салауат айту уәжіп екен. Сол Құдайдың құдіретін қараңыз деймін да, кейбір адамдар намаз оқып жүрсе де, салауаттың не екенін білмейтін едік біз деп айтып жатыр. Сондай болады ғой, маған хабарласатындар, вообще осы уақытқа дейін салауаттың не екенін білмеппіз дейді да. Сана бір салауаттар уақыт шығып кетті ғой, содан кейін сөйтсек шынымен сондай нәрсе бар екен ғой дейді да. Сонда Алланың рахымын қараңыз деймін да, жақсы. Ондай адамдар былай қазір. Намаз оқып жүрсе де салауаттың не екенін білмейтін. Сонда Алла тағаланың бізге берген мейірімін қараңыздар. Ат-тахияттан кейін салауатты қойып қойған ғой. Өмірінде пендем бір ретте айтпас кетпесін деп намаздың ішіне салауатты тығып қойған ғой, субханалла. Оның қасына берекеттің қасына тағы да Аллахума бәректе де тығып қойған да. Тым болмаса намаздың ішінде пайғамбарына салауат айтып кетсін деп. Бұл бір Алланың үлкен кеңшілігі ғой бізге берген.